Қазақ ру тайпалар тарихы Қоңырат. Қоңыраттар орта жүздегі алты арыстың бірі саналады. Қоңыраттардың тарихы туралы деректер Ляу патшалығы деректерінде келтіреді. Онда ел үйдашы 1125 жылы батысқа ауғандағы 18 тайпаның бірі Қоңыраттар болған. Моңғолдың құпия шежіресінде Меркіт Шиледудің Олқоноттан уәлін сұлуды алып қайтқан жолында Есукейдің оны тартып алғандығынан Қоңыраттар туралы деректер басталады. Қоңырат Тайшешен осы Есукей Шыңғысханды нағаш жұртына апара жатқан жолында жолығып, онымен құдаласуды ұсынады. Осылайша Есукей мен Тайшешен құда болады. Шыңғысхан тұтас Сақараны біріктіргеннен кейін 95 мыңдықтың ішінде 3000 Қоңырат мыңдығы болады. Рашид ад-Диннің айтуынша, Қоңыраттар, яғни бұл қауым Ергенеконға кеткен екі кісінің нәсілінен тарайды делінеді. Бұнда айтылып отырған екі кісі Қиян мен Нүкіз. Қияннан қияттар тарайды, яғни Қоңыраттардың арғы тегі қияттарға тіреледі. Ергенеконнан осы тайпалар шыққандан кейін олардан, яғни Қоңыраттардан тараған рулардың қатарында Қоралас, Икірес, Олқонот, Елжігін сияқты рулардың аттары белгілі. Қоңыраттар шежіре бойынша 3 атадан тарайды. Біріншісі Жұрлық Мерген. Одан қазіргі кездегі Қоңыраттарға жататын барлық қауым тарайды делінеді. Ал екіншісі Құбай шері. Құбай шеріден Икірес және Олқоноттар, яғни Шыңғысханның нағаш жұрты тарайды. Үшіншісі Тасбұдар. Одан Құлқұнуттар тарайды дейді. Құлқұнуттан Қораластар тарайды. Шыңғысханның дәуіріндегі әйгілі әмірлердің арасында Қоңырат руынан Тергек Емелдің аты аталады. Ол Шыңғысханмен Торылқан соғысқаннан кейін Шыңғысхан жағына өтеді. Тағы бір әйгілі тұлғасы болса ол Дайшешен, яғни Шыңғысханның қайнатасы. Десе де Есукей өлгеннен кейін ол Шыңғысханмен арадағы құдалықты қайырып тастаған көрінеді. Десе де ұлы Алшын-Оян Шыңғысханмен достар болғандықтан Шыңғысханмен Бөртенің үйленуіне үлкен үлес қосады. 1199 жылы Шыңғысханның інісі Қасар Қоңыраттарды тонағаннан кейін Қоңыраттар Жамұқа жаққа шығып кетеді. Десе де соғыста жеңілгеннен кейін қайтадан Шыңғысханның жағында болады. Юан патшалығындағы 72 ру Моңғолдың бірі Қоңыраттар, әрі мықты 5 рудың бірі болған. Алтын Ордадағы 92 тайпаның бірі де осы Қоңыраттар болатын. Алтын Ордадағы Қоңыраттар олар Хорезм аймағында мекендеген. Олардың бегі Нағанай деп аталады. Нағанай ол қазақ, өзбек, қарақалпақ Қоңыраттарының арғы атасы болып саналады. Әбілқайыр ханның кезінде оны қолдаған тайпалардың ішінде де Қоңыраттар көп болған. Олардың бегінің аты Әлибек болатын, және оның ұлы Мұхаммед бек еді. Кейінгі кезде Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбаниді қолдағандар да осы Қоңыраттың Уәли бегі мен Мұхаммед бегі болған. Сондай-ақ одан басқа Ұйғыр, Найман, Дүрмен, Маңғыт сияқты руларда болған. Хорезмдегі Хиуа хандығында да Қоңыраттар белгілі тайпа болып, 1795 жылдан бастап Хорезмнің билігі осы Қоңыраттардың қолына өтеді. Хиуа хандығындағы рулардың ішінде Ұйғыр мен Найман, Қоңырат пен Қият бір тап болып саналған. Қоңыраттан шыққан атақты Батыр Алпамыс ол жырда Қоңыраттардың Жиделі байсында, яғни қазіргі Қарақалпақстан жерінде жасағандығы көрсетіледі. Ал енді осы Хиуа хандығындағы Қоңыраттар 1621 жылы Спандияр ханның осы тайпаларға жасаған қырғынынан кейін қазақтар жағына өтуге мәжбүр болады. Олар Қазақ хандығында Түркістан аймағында жасаған. Кейінгі құжаттарда осы Қоңыраттардың ұлы жүз руларымен қосынып үлкен Бұқарамен соғысқандығы туралы деректер келтіріледі. Қоңыраттар генетикалық жақтан С2 гаплогруппіне тән, яғни Моңғол тұңғыс халықтарымен жақын болып келеді. Қоңыраттардың қазақтарға қосылған бөлігі ол Қазақстанның оңтүстігінің аймағында, яғни Түркістан облысының батыс бөлігіне қоныстанған. Саны 700-800 мыңнан асады.